Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен таңғы асқа арналған өте дәмді тағаммен бөлісемін. Бізге ол үшін қажет қызанақ, пияз, сыр, жұмыртқа және болгар бұрышы. Барлық ингредиенттарды 4 бұрышты қылдырып турап аламыз кубик қып. Және қызып тұрған майымызға барлығын қуыратын боламыз. Мен ең алдымен пияз бен қызанақты қуырып, бетін 1-2 минутқа жауып қойдым. Одан кейін болгар бұрышын салып және тұз саламыз міндетті түрде. Тағы да жақсылап араластырып 1-2 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Енді өздеріңізге керегінше жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқамызды ешқандай да араластырмаймыз және оның саруы тек жартылай ғана пісуі қажет. Толығынан пісірмейміз. Ең соңынан бетіне аздаған тұз сеуіп, жаңағы сырымызды саламыз. Сыр міндетті емес, салмасаңыздар да болады. Енді осы дайын тамағымыздың бетін тағы да 2 минутқа жауып қоятын боламыз. Осымен біздің таңғы асымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.